біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз керемет ойынды ойнайтын боламыз. Ойын кім көп киім киеді деп аталады. Ол үшін шарды түсіріп алмай, кім көп 3 минуттың ішінде кім көп киім киетін болса, сол жеңіске жететін болады. Жеңіске жеткен адамға 5000 теңге береміз, ал екінші орын алған адамға осындай чипсы беретін боламыз. Менде Видео. Ал енді киімдерді таныстырып өтейік, кімде қанша киім бар. Менде футболка, толстовка, ветровка. Ал Игорь, сенде? жемпір, тағы жемпір, Спортивка және және ветровка. Осы киімдерді шарды түсіріп алмай кию керек болады. Кім көп киім киетін болса, сол жеңіске жетеді. Бұның мақсаты 3 минут. 3 минуттың ішінде кию керек. Видео өте қызықты болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін тамашалауды ұмытпаңыздар. Ал олай болса, біз бастаймыз. Кеттік. Дайындаламыз. Ал дайындаламыз. 1, 2, 3 қостым. Шарды түсірмей, кім қанша киім киеді екен. Ивош бір киім киіп қойды уже. Екі. Інжу енді біріншісін киді. Үшіншісін киіп жатыр. Yaklaşarın yiyor. Мен айтып тұрайын да. Бір жарым минут қалды. Жартысы өтті уақыттың. Сендер уж болайын деп қалдыңдар ғой, деймін, камераға. Ибраим болды. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой. Что ж. Олай болса, осымен бітті. Біреу үйді ғой бұл да. Біреу үйді. Болды ма? Ойынымыз осымен аяқталды. Бүгінгі ойынымызда өздеріңіз байқағандай ең көп киімді жылдам киген бізде Ибрагим болды. Ибрагимге өзінің 5000 теңгесі, ал екінші орын алған бізде Інжуге чипсы фанды береміз. Осымен бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар, себебі алдағы уақытта өте қызықты видеолар, челлендждер түсіріп салатын боламыз.
келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.